Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті Оңтүстік Қазақстан өңіріндегі алғашқы және жетекші педагогикалық оқу орны. 21 ғасыр мұғалімдерін дайындайтын педагогикалық білім берудегі көшбасшы. 1937 жылы оңтүстікте алғаш рет ашылған 2 жылдық мұғалімдер институты 1954 жылы Шымкент педагогикалық институты болып қайта құрылды. 1993 жылы Шымкент педагогикалық институты Түркістан қаласында жаңадан ашылған Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің құрамына кірді. Ал 2011 жылы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты болып қайта ашылды. 2017 жылдан бастап Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтына университет мәртебесі берілді. 2018 жылы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамы болса, 2019 жылы заңды түрде мемлекеттік тіркеуден өтті. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрінің бұйрығымен 2023 жылдың 3 қазанында мемлекет және қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәнібековтың есімі беріліп, Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті болып өзгерді. Жаңадан қайта түлеп, жаңашылдық пен рухани жанашырлықтың жаршысына айналған оқу орны аймақтағы алдыңғы қатарлы ғылым мен білім, тәрбие ордасы саналады. Қазіргі таңда университетте 32 бакалавр, 22 магистратура және 12 докторантура білім беру бағдарламалар бойынша сапалы білім беріліп, бәсекеге қабілетті болашақ мамандар даярлануда. Педагогикалық оқу орындар ішінде топ 3-тікке енетін университетіміз шетелдік озық оқу орындарымен тығыз байланыста. Университет әлемнің 20-дан астам елімен 100-ден аса халықаралық келісімшарттар шеңберінде жоғары білім және ғылым саласындағы өзара ынтымақтастықты жүзеге асырады. Білім алушылар Польша, Венгрия, Латвия, Чехия, Түркия, тағы да басқа елдердің жетекші жоғары оқу орындарында, сондай-ақ алдыңғы қатарлы отандық жоғары оқу орындарында академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алу мүмкіндігіне ие. Жыл сайын шетелдің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарынан профессор оқытушылар шақырылып, дәрістер оқып, өз тәжірибелерімен бөліседі. Соңғы жылдарда халықаралық ғылым кеңістігінде өзекті зерттеулермен шұғылданып жүрген беделді ғалымдар Германия, Польша, Чехия, Малайзия, Түркия, Пәкістан, Өзбекстан, Ресей сынды елдерден шақырылды. Университетте Түркия, Ресей жоғары оқу орындарымен бірлескен және қос дипломды білім беру бағдарламалары жүзеге асырылуда. Профессор оқытушылар құрамы мен білім алушылардың тілдік құзыреттіліктерін дамыту мақсатында түрік тілі мен ағылшын тілі курстары және спикинг клубтар жұмыс жасайды. Профессор оқытушылар құрамы білім беру мен ғылыми зерттеу жүргізудің жаһандық үдерістеріне ілесіп отыру үшін ұдайы білім жетілдіріп, тәжірибелерін ұштап отырады. Осы мақсатта университет ғалымдары болашақ бағдарламасының 500 ғылым жобасы шеңберінде ақш, Ұлыбритания, Германия, Польша, Чехия, Түркияның алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындары мен ғылыми зерттеу орталықтарында ғылыми тағылымдамадан өтуде. Университетте ұлттық атауға ие болған шаңырақ, қазына, тұмар ғимараттары заманауи нақышта безендіріліп, жастарға арналған коворкинг орталығы мен мейірім денсаулық орталығы, ұстазға тағзым кіші архитектуралық формасы ашылды. Сондай-ақ студенттер спорттық жаттығуларға арналған стадион және спорт кешендерімен қамтылған. Оқу ғимараттарының фойелерінде демалыс бұрыштары жасақталып, кампус гүлзарларымен толықты. Оқу орнымызда 6 факультет, 30-дан астам мамандандырылған арнайы зертханалар мен лингафонды кабинеттер, ағаш, темір, тігін, қолөнер шеберханалары, арт-терапия кабинеттері, баспахана, кітапхана мен оқу залдары студенттерге қызмет етеді. Сондай-ақ студенттердің бос уақытын тиімді өткізу үшін мұра өнер орталығы жанынан тегін үйірмелер жұмыс істейді. Атап айтқанда эстрада, айтыс, домбыра, бейнелеу өнері, тігін, қолөнер, фотоөнер, мобилография, дефиле, вокал, жайдарман, би, театр, аспап жасау сияқты өнер түрлері үйретіледі. Бүгінде Жәнібеков университетінің жалыны жастары өнер мен спорт түрлерінен республикалық, халықаралық жарыстарда жүлделі орындарды иеленіп, жарқырай көрініп жүр.
Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті жанындағы Жүсіпбек Аймауытұлы колледжі 9-11 сынып бітірушілерінде грант және ақылы негізде күндізгі оқуға 6 мамандық бойынша оқуға шақырады. 1966 жылы құрылған археологиялық студенттер жасағы тапқан ірілі ұсақты жәдігерлерден тұратын арнайы археологиялық көрме орталығы тарихтан сыр шертеді. Қоғам қайраткері, этнограф Өзбекәлі Жәнібеков атындағы орталығы жұмыс істейді. Жаңа оқу жылының басында студенттер заманауи жаңа жатақханаға қоныстанды. Университетте барлығы 5 жатақханада студенттерге барлық қолайлы жағдай жасақталған. Цифрлық қоғамның, экономика мен білімнің дәуірінде барлық салада тамаша жетістіктерге жете отырып, елімізді өркендетуге нақты қызмет етудеміз. Жәнібеков университеті бұл сапалы білім мен болашаққа дұрыс таңдау жасау.